Тіл жаттықтырудың негізгі мақсаты адамның тілдік даму деңгейін арттыру. Ол адамның сөйлеу дағдыларын, сөздік қорын, грамматикалық дағдыларын жетілдіруге бағытталған. Логопедиялық топтық жұмыс сөйлеу кемшіліктерін түзетуге бағытталған. Артикуляциялық жаттығулар сөйлеу аппараты икемділігі мен үйлесімдігін арттыруға бағытталған. Арнайы жаттығулар жиынтығы. Осы жаттығулар жүйелі түрде қолданылған жағдайда сөйлеудің анықтығы мен түсініктігі артып, сөйлеу дағдылары жетілдіреді. Нейрожаттығу ол тілдік дағдыларды дамытуға және тілдік аппараттың жұмысын жетілдіру мақсатында жүргізілетін жаттығулар жиынтығы. Сортер бұл балалардың элементтерді белгілі бір қасиеттері бойынша топтастыру қабілетін дамытуға арналған когнитивтік жаттығу. Бұл жаттығу балалардың назарын, есте сақтауын және коммуникативті дағдыларын арттыруға көмектеседі. Тыныс алу жаттығу сөйлеу кезінде дұрыс тыныс алу мен дем шығаруды қалыптастырады. Безиборд бұл балалардың дамуына ықпал ететін сенсорлық ойын тақтасы. Оның үстінде әртүрлі пернелер, бұрандалар, тетіктер бар. Олар баланың моторикасын, сенсорлық қабылдауын, зейінін және шығармашылық қабілетін дамытуға бағытталған. Тіс тарту жаттығулары сөйлеу аппаратының икемділігін, артикуляциясын жақсартуға бағытталған. Оның пайдасы топтық жұмыс барысында балалардың сөйлеу қабілетін арттыру. Осылайша тұрақты түрде тіл жаттықтыру арқылы балалардың сөйлеу қабілеті артып, дұрыс сөйлеу кепіліне айналады.